Жауынгерлік жоспары бойынша 32-362 әскери бөлімінде роталық тактикалық жаттығу өткізілуде. Қазіргі күні әскери бөлімде рота тақырыбына арналған жауынгерлік дайындық сабақтары басталды. Әрбір сабақ роталық деңгейінде өткен сабақтардың алдында біз әскери бөлімдегі офицерлер мен сержанттарды жинап, олармен роталық тактикалық жаттығуды қалай өткізу сабақтарын түсіндіріп, және де оларды ұрыс даласында көрсетеміз. Қазіргі әлемдегі болып жатқан жағдайға, саяси жағдай бойынша әртүрлі қақтығыстар орын алуда. Сол қақтығыстардың тактикалық іс-қимылдар, қару-жарақтың пайда болуына байланысты өзгеруде. Олардың бүгінгі күнде өте қауіп төндіріп отырған ұшқышсыз ұшу авиациялық жүйелері, сол ұшқышсыз ұшу авиациялық жүйелерін қалай қолдану және де оларға қалай қарсы тұру сабақтарында біз енгізіп, рота тактикалық жаттығуларына енгізіп, және біздің бөлімдегі әскери қызметшілерді соған үйретудеміз. Роталық тактикалық жаттығулары ротаның әскери қызметшілеріне бір-бірлерін іс-әрекеттерін түсініп, бөлімше взвод болып бірігіп, тапсырманы орындауға көмектеседі.